Саламатсыздар ма балалар? Кезекті тоғызқұмалақ ойын бастаймыз. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Бұл тақтадағы жағдайда бастаушы ойыншы нөмір 9 отауға құмалақтарын жинаса, барлығы 20 жүріс, қостаушыда 30 жүріс бар. Яғни бастаушы жеңіліске ұшырап отыр. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Бұл тақтадағы жағдайда бастаушының нөмір 5 отаудағы тұздығы болғандықтан қарсыласының жүрістерін қысқартып отыр. Бастаушыда 20 жүріс, қостаушыда 14 жүріс бар. Бұл жағдайда бастаушы жеңіске жетеді. Жағдайға назар аударайық. Бастаушының нөмір 5 отаудағы екі құмалағы қанша жүріс беретінін білу үшін нөмір 9 отаудан нөмір 5 отауды аламыз. Шыққан санды 2-ге көбейтеміз. Бастаушының 8 жүрісі бар екен. Сонда нөмір 9 алу нөмір 5 көбейту 2 шығады 8. Осы ереже бойынша қостаушының 2 жүрісі бар екенін көреміз. Нөмір 9 алу нөмір 8 көбейту 2 шығады 2. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Тақтадағы жағдайда бастаушы ойыншы нөмір 9 отауға құмалақтарын жинаса 7 жүріс, ал қостаушыда 12 жүріс болады. Сондықтан бұл жерде нөмір 1 отаудағы тұздықты пайдаланып, жүрісті көбейтуге болады. Ол үшін оң жақ отаулардан бастап, бір құмалақтан жүріп тұздыққа сала береміз. Сонда тұздыққа салынған құмалақ бір жүріске көбейіп отырады, және қазанға да салынады. Осылай жүретін болсақ, бастаушыда 13 жүріс, қостаушыда 12 жүріс болады. Бастаушы жеңіске жетеді. Міне балалар, ойын ережелерін еске сақтай отырып, жүріс түрлерімен танысып, ойынды үйренулеріңізге болады.